Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Екі құрбының өмірі. Балжан мен Гүлім бала кезден бері айырылмас құрбы болатын. Олар бір-бірін алғаш көрген күннен бастап бір сәтке де ажырамаған еді. Мектепке бірге барып, бір партада отырып, бірге сабақ оқитын. Мұғалімдері оларды басқа орынға отырғызбақ болса, екеуі де жылап қайтадан бір партаға отыруды сұрайтын. Олардың достығы шынайы, таза еді. Ойын баласы болғанымен екеуі бір-біріне қамқорлық танытып, бір-бірін жақсы түсінетін. Мектеп қабырғасында да, үйде де олардың достығы үзілмейтін. Екеуі жиі бір-бірінің үйлеріне қонаққа барып, ата-аналар да бұл достықты ерекше бағалайтын. Балжанның да, Гүлімнің де отбасылары олардың бір-біріне деген адалдығына куә болып, екеуінің әрдайым бірге болғанын қалайды. Үйдегі жандар бұл достықты бұзғысы келмейтін, қайта оларға қолдау көрсетіп отыратын. Жылдар өтіп, мектеп өмірінің соңғы қоңырауы да жақындап қалды. Бұл кез екеуінің де есінде қалатын ерекше кезең еді. Алайда, дәл осы қуанышты күндерде күтпеген қайғылы жағдай орын алды. Соңғы қоңырау күні Гүлімді көрші ауылдың жігіттері алып қашпақ болды. Қыздың тағдырын бұрғысы келген жігіттер оны көлікке отырғызып, ауылға қарай бет алған. Бірақ Гүлім мұндай жағдайды қабылдай алмады. Жолда үмітін үзбей, қашып құтылмақ болды. Көлік қатты жылдамдықпен келе жатып, Гүлім есікті ашып қашпақшы болды. Алайда осы әрекеті оны үлкен апатқа ұшыратты. Ол көліктен секіргенде ауыр жарақат алды. Оқиғадан кейін Гүлімнің денсаулығы күрт нашарлап, ауруханаға жеткізілді. Ұзақ уақыт бойы емханада жатып, көптеген операциялар жасалды, бірақ оның аяғынан тұрып жүру мүмкіндігі жоққа айналғандай. Бұл жағдай барлығына ауыр соққы болды, әсіресе Балжан үшін. Гүлімнің жағдайын естігенде, Балжан жаны күйзеліп, достығының ауыр сынаққа тап болғанын түсінді. Ол күн сайын емханаға барып, Гүлімнің қасында болды. Құрбысына барынша қолдау көрсетіп, оның жанына жалау болуға тырысты. Балжан үшін Гүлім тек құрбы емес, бауырында еді. Олар екеуі бұл қиындықты бірге еңсеруге тырысты, үміттерін үзген жоқ. Қос құрбы бірге өсіп, бірге күліп, бірге армандаған өмірлері бар еді. Бірақ өмірдің күтпеген соққысы Гүлімді арбаға таңып қойды. Армандаған оқуына түсу жайына қалды, бірақ оның жүрегі әлі де досымен бірге болатын. Балжан болса университетке түсіп, жаңа өмірге қадам басты. Бірақ қаншама сабағы мен жұмысы болса да, демалыс күндері, бос уақыттар шыққанда Гүлімді ешқашан ұмытпайтын. Құрбысын жиі іздеп келіп, бірге серуендеп, қаланы аралап, екеуі әдеттегідей сырласатын. Арада жылдар өтті. Гүлім сол күйі аяғынан тұра алмады. Ешқандай ем немесе операция көмектеспеді. Ол өзінің тағдырын қабылдауға мәжбүр болды. Ал Балжан оқуын бітіріп, таңдаған мамандығы бойынша жұмысқа орналасты. Олардың достығы ешқашан үзілмеді, бірақ Гүлімнің өмірі арбаға тәуелді болып қалды. Көп ұзамай Балжанның ұзату тойы болатынын Гүлім естіді. Бұл жаңалық оның жүрегін ауыртып жіберді. Бала кезден бірге өскен құрбысының қуанышты күнін естігенімен, өзінің сол тойда белсенді түрде қатыса алмайтыны, тек арбамен ғана келіп, шеттен бақылап тұратыны оны қатты қынжылтты. Бір күні ол анасына көзіне жас алып: «Апа, менің аяғым болғанда, мен де Балжан секілді өз теңімді тауып, бақытты өмірге қадам басар едім ғой. Мен де қазір құрбымның жанында болып, оның тойына дайындалып, көйлегін таңдауға көмектесер едім. Неге мен әлі күнге дейін арбаға таңылып қалдым? Неге?» деп жаны күйзеліп, екі аяғын нәзік қолдарымен ұрып, көз жасын тыя алмады. Гүлімнің анасы да бұл сәтте не айтарын білмей, қызының қасіретті жан күйзелісін сезініп, жаны ауырып тұрды. Қызының мұңын қалай жеңілдетерін білмей, оны құшақтап жұбатып, көз жасын іштей төгіп отырды. «Қызым, тағдырдың сынағы ауыр. Бірақ сенің жүрегің мықты. Сенің өмірің бұнымен тоқтап қалған жоқ. Әлі талай жақсы күндерді көресің, тек сен шыда. Балжанның да тойында қасында боласың, ол үшін ең жақын құрбысың сенсің» деп анасы қызының басынан сипап, жанына демеу болуға тырысты. Бұл сөздер Гүлімге аз да болса күш берді. Ол арбаға таңылғанымен досының қасында болатынын түсінді.
Өмірдің қиындықтарына қарамастан, олардың достығы сол қалпында сақталатынына сенді. Балжанның той күні жақындаған сайын, Гүлімнің көңіл күйі алаңдаулы болды. Күн сайын құрбысының қуанышын бөлісіп жүрсе де, іштей әлдеқандай мазасыздық сезімін баса алмайтын еді. Бұл мазасыздық оның жүрегінің түбінде жатқан арман тілегімен байланысты еді. Ол өзінің мүгедектігіне қарамастан, әрдайым толыққанды өмір сүріп, өзгелердей бақытты болғысы келетін. Бірақ тойға дайындалып жүргенде, ол біртүрлі өзгеше күй кешті. Тойға баратын күн жақындаған сайын бойындағы толқу мен қобалжу күшейе түсті. Той күні де келіп жетті. Гүлім әдемі ақшыл көйлегін киіп, шашын сәндеп дайындалды. Ол тойға арбасымен барса да, сұлулығы мен сәні кез келген адамның назарын аудартатындай болды. Келген қонақтар Гүлімнің көркіне таңғалып, оны мақтай бастады. Сол кеште Гүлімнің өмірі күтпеген жерден өзгеріп кететінін ол сол кезде білген жоқ. Тойда Балжанның қайнысы Ғалымжанның көзі Гүлімнен түспеді. Оның мінезі, нәзіктігі, табиғи сұлулығы Ғалымжанды баурап алды. Сырттай қарап отырып, ол Гүлімге бірден ғашық болғанын түсінді. Тойдан кейін Ғалымжан оның телефон нөмірін тауып алуға тырысты. Балжаннан рұқсат сұрап, Гүлімнің нөмірін алды. Келесі күні Ғалымжан Гүлімге хабарласа бастады. Алайда Гүлім телефон қоңырауына жауап бермеді. Басында бір рет қоңырау соғып көрді, кейін тағы бірнеше мәрте тырысты. Бірақ Гүлім телефонды мүлдем көтермеді. Ойында сан алуан сұрақтар мен күмәндар туындап, не істеу керектігін білмей жүрген еді. Ғалымжанның қоңырауларынан кейін ол өз-өзіне сенімсіздік сезінді. Өзінің жағдайына байланысты Ғалымжанның оған шын ғашық болғанына күмәнмен қарады. Мені арбаммен көрді ғой, мүмкін жай ғана жаны ашыған шығар, деген ой мазасын алды. Күндердің бір күнде Балжан Гүлімге келіп, Гүлім, саған бір нәрсе айтуым керек деп сөз бастады. Иә, не болып қалды? Деді Гүлім қызығушылықпен. Қайным Ғалымжан саған қатты ғашық болып қалғанын айтты. Ол сені тойда көргеннен кейін бірден сені ұнатты. Қанша рет хабарласыпты, бірақ сен мүлде жауап бермепсің. Телефон нөміріңді мен берген едім, оған ренжімеші. Өтініш, келесіде ол қоңырау шалса, сөйлесші деп Балжан жымиып қойды. Гүлім бұл сөздерді естігенде төбесі көкке жеткендей болды. Оның жүрегіндегі сенімсіздік бір сәтте сейілді. Балжанның қайнысы оған шын мәнінде ғашық болғанына сеніп, өзіне деген сенімі оянды. Бәрінен де ол қуанды. Ғалымжанның Балжанның отбасынан, яғни құрбысының туысы болғаны оған ерекше әсер етті. Келесі қоңырау түскенде Гүлім көп ойланбай жауап берді. Ғалымжанмен алғаш рет сөйлескен кезде ақ екеуінің әңгімесі тез жарасып кетті. Олардың арасындағы әңгімелер күннен күнге жиілеп, ұзаққа созылатын болды. Әр әңгіме сайын Ғалымжан Гүлімге деген сезімдерін ашық айтып, оған жақындап бара жатты. Көп ұзамай Гүлімнің қолын сұрап келді. Гүлімнің үйінде той думанның қарбаласы жүріп жатты. Барлығы қыздарының бақыты үшін қуанып, үлкен тойға дайындалып жатты. Әке-шешесі қарапайым, ақ көңіл жандар еді. Олар да қыздарының қуанышына ортақтасып, екі жасқа қолдау көрсетіп жүрді. Ғалымжан мен Гүлім бір-біріне шынайы сүйіспеншілікпен қарап, олардың махаббаттары күн сайын нығая түсті. Екеуі шаңырақ көтергеннен кейін қалаға бөлек пәтерге шықты. Өздерінің жаңа өмірін бірге құрып, ортақ армандарын жүзеге асыруға бел буды. Гүлімнің өміріндегі ең үлкен қуаныштардың бірі, дәрігерлердің оның аяқтарына жан бітіп, енді жүріп кетуі мүмкіндігі бар екенін айтқан жаңалығы болды. Бұл жаңалық олардың өміріне тағы бір жарқын сәуле шашты. Ғалымжан да бұл қуанышты бөлісіп, болашақтарына сеніммен қарады. Дегенмен дәрігерлер Гүлімге денсаулығын әлі де күту керектігін, әсіресе әзірге бала көтеруге болмайтынын ескертті. Ал бұл уақытта Гүлімнің құрбысы Балжан өз қиындығымен күресіп жүрген еді. Балжан жақында ғана жүкті болғанын білгенімен, түсік тастай бергенін естігенде Гүлімнің жүрегі ауырып, жаны құлазыды. Құрбысының басындағы бұл ауыртпалық Гүлімді қатты уайымға салды. Бірақ ол Балжанға қолдау көрсетіп, оны сабырға шақырып, жұбату сөздерін айтып, әрқашан жанында болуға тырысты. Біраз уақыт өткен соң, Гүлімнің өзі үлкен тосынсыйға тап болды. Соңғы медициналық тексерулер кезінде дәрігерлер оның құрсағында егіз сәбилердің бар екенін айтты. Бұл жаңалық Гүлімді қатты толқытып, қуаныштан көз жасын тыя алмады.
Өзінің осы бақытқа қол жеткізгеніне сене алмай жылап жіберді. Бұл қуанышты хабарды ол бірінші болып Ғалымжанға жеткізді, ал екеуі де сәбилерін асыға күтті. Дәрігерлер қарсы болса да, өз денсаулығын емес, сәбилерін таңдаған Гүлім ештеңеден қорықпай, аман-есен босанып алуды Алладан тіледі. Өмір кейде адам күткеннен де ауыр сынақтар береді. Гүлімнің денсаулығы мен егіз сәбилер үшін бәрі жақсы болады деген үміті бар еді. Дәрігерлер жүктіліктің қауіпті екенін ескерткенмен, Гүлім өз күшіне сеніп, егіздерді дүниеге әкелуге шешім қабылдаған болатын. Алайда босану оңайға соқпады. Ұзақ наркоздың әсерінен босанғаннан кейін Гүлімнің денесінің тек аяқтары ғана емес, қолдары да қимылсыз қалды. Жаңа өмірге келген сәбилерге күтім жасау енді ерекше қиындықпен келді. Гүлімнің жан дүниесі сәбилерін құшағына ала алмай, оларды емірене сүйе алмай жылап жатты. Ана болып, балаға деген махаббатын сезінгенімен, денесінің ауыртпалықтары оған бұл сезімді толыққанды жеткізуге мүмкіндік бермеді. Күн сайын көз жасына ерік беріп, жаны сыздайтын. Сәбилерді өз құшағына қысып, омырауын еміз алмайтыны жанын ауыртты. Балжан болса, құрбысының бұл ауыртпалығын түсініп, қол ұшын созуға тырысты. Ол Гүлімнің қайғысына ортақтасып, сәбилерді өз қамқорлығына алды. Балжан егіздерді жасанды сүтпен тамақтандырып, күнделікті күтімдерін жасап жүрді. Бұл әрекеті арқылы ол Гүлімге аналық борышын орындай алмаған үшін өзін кінәлі сезінбеуге тырысты. Алайда Гүлімнің жүрегі бәрібір қайғыға толы болды. Гүлімнің уайымы мен күйзелісі омырауындағы сүтті де тарылтып жіберді. Ол аналық рөлін толықтай атқара алмағанын түсініп, ішінен өзін іштей жазғыра бастады. Бірақ Балжанның қолдауы мен көмегі арқасында Гүлім біртіндеп өзіне келуге тырысты. Жанындағы адамдардың қолдауы оның рухын түсірмеуге көмектескенімен, аналық сезім мен сәбилерін құшағына ала алмағаны оның жан жарасын тереңдетті. Гүлім бар жан тәнімен ана болуды армандаған әйел. Алайда оның денсаулығы біраз уақыттан бері сыр беріп жүрген еді. Дәрігерлер оны тезірек отаға түсіру керектігін айтты. Алғашында бұл шешімге келісу қиын болды. Балаларының енді ғана дүниеге келіп, әлі де аялы алақанға мұқтаж екенін ойлаған сайын жүрегі сыздайтын. Отаға кететін күн жақындаған сайын Гүлімнің көңілі алаң болды. Әр түн сайын егіздерінің қасына барып, олардың тәтті ұйқысын көріп, шексіз мейіріммен сүйетін. Балжан абысыны оларға жақсы қарайтынын білсе де, ішкі алаң сезімінен арыла алмады. Балаларының болашағы үшін өзін құрбан етуге дайын екенін ойлап, жүрегін ауыр ойлар басты. Отаға кететін күн келіп жетті. Анасының көз жасы шын мәнінде бәрін айтып тұрғандай болды. Гүлім балаларына қайта-қайта қарай берді. Кішкентайларын қолына алып, иіскеп көз жасына ерік беріп, қоштаса алмай тұрғандай күй кешті. Абысыны оны жұбатуға тырысқанымен, Гүлімнің ішкі түйсігі оны мазалай берді. Ана жүрегі сезді ме, белгісіз, бірақ бұл қоштасудың мәңгіге екенін жан дүниесімен сезінгендей болды. Отаға шығар алдында балаларына тағы бір мәрте қарап, үнсіз жылап тұрды. Егіздеріне мен сендерді қатты жақсы көремін. Менің өмірім сендер үшін деп іштей күбірледі. Балжан оны жұбатып, барлығы жақсы болатынын айтып, үміт беруге тырысты. Бірақ Гүлімнің жүрегінде сезікті бір нәрсе қалды. Соңғы сәттерде Гүлім ота залына кіргенде, жанындағылардан да біртүрлі тыныштық байқалды. Ота күрделі болғандықтан дәрігерлерге көп күш салу керек еді. Бірақ өкінішке орай, Гүлім бұл жолы отадан аман шықпады. Оның жүрегі күресті тоқтатып өмірден өтті. Жақындар үшін бұл өте ауыр соққы болды. Гүлімнің дүниеден өткені туралы хабар келісімен, абысыны Балжан мен отбасы мүшелері қайғыға батты. Оның артында қалдырған егіздері енді анасын ешқашан көре алмайтыны өкінішті. Балжан 2 жылдан бері бір үйдің берекесін ұстап отырған әйел. Келіні әрі жақын құрбысы Гүлім өмірден өткен соң, оның артында қалған егіздері жетім қалды. Жастан асқан егіздер Балжанға бауыр басып, оны мама деп атап кетіпті. Басқалар оның бұл ісін қайырымдылық деп бағаласа, кейбіреулері Балжанның отбасының бірлігін бұзуы мүмкін екенін айтып алаңдады. Оның күйеуі де бір кезде мұндай қарым-қатынасқа түсіністікпен қарап, қолдау білдіріп жүрген еді. Бірақ уақыт өте келе жағдай қиындады.
Егіздердің әкесі басқа әйелге үйленіп, оларды Балжанға аманаттап, өзі Кореяға жұмыс істеуге кетті. Балжан бұл егіздерге қамқор әрі ана болды. Күйеуі бастапқыда бұл жағдайға түсіністікпен қарағанымен, уақыт өте оның сабыры сарқыла бастады. Бір күні кешке, Балжан күнделікті тіршіліктің әбігерінде жүріп, балаларды ұйықтатып жатқан болатын. Күйеуі оны оңаша шақырды. Оның дауысы салқын әрі беймаза еді. Балжан күйеуінің көңілін сезіп, жүрегі бір нәрсені жаман сезгендей соқты. Балжан, қашан соңғы рет екеуміз отыра қалып сөйлестік? Деді күйеуі мұңды дауыспен. Қалай сөйлеспедік? Біз үнемі біргеміз ғой, деп жауап берді Балжан, әлі де ештеңенің мәнісін түсінбей. Жоқ, біз бірге емеспіз. Сен менімен бірге емессің. Мына жетімдерге менен де артық қарайсың. Мен сені жоғалтып бара жатқандаймын. Балжан аң-таң қалды. Ол осындай әңгіме болады деп ойламаған еді. Сен не айтып тұрсың? Бұл балалар бізге аманат. Мен оларды тастап кете алмаймын. Біз бәріміз бір отбасымыз ғой, деді Балжан дауысы дірілдеп. Бірақ мен саған керек емеспін бе? Менің сен үшін ешқандай мәнім жоқ па? Менің бар екенімді ұмыттың? Деп күйеуі даусын көтере бастады. Жоқ, олай емес, деді Балжан, көздеріне жас іркіліп. Күйеуі қолын қатты сермеп. Жетер. Мен енді бұлай өмір сүре алмаймын. Мен үшін ешқашан уақыт таппайсың. Сен мені тастап, осы балалармен ғана өмір сүріп жатырсың. Үйден кет, ажырасамын, маған тумайтын әйел керек емес, деді ашуланды. Балжан күйеуінің кешегі сөздеріне әлі де сенгісі келмей, бұл жай ғана ашудың әсері деп ойлады. Бірақ таңертеңгі жағдай оның жанын түршіктірді. Ертеңгісін ол күнделікті тірлігін жасап жүргенде, күйеуі есік алдына шүберек жетпей қалғандай жеңіл киінген. Бетінде макияжы қалың, аузында сағызды шайнап тұрған жас қызды ертіп келді. Балжанның жүрегі зу ете түсті. Күйеуі салқын әрі ренішті жүзбен әйеліне қарап. Бұл менің жаңа әйелім. Орныңды босат. Кет үйден. Деп киімдерін бір-бірлеп лақтырып жатты. Балжан бұл көрініске сенер емес. Өз көз алдына болған жағдайды түсіне алмай, үнсіз қалды. Кешегі қайыната мен енеден көрген қолдаудың да енді маңызы жоқ сияқты. Олардың ұлы өз шешімін қабылдап, ештеңені тыңдағысы келмей тұр. Ата-енесі үйден шығып келіп, бұл көрініске төзе алмай. Ұлым, не істеп жатырсың? Әке-шешеңнің беделін түсіріп, отбасыңды бұзып. Балаларың, әйелің бар, деп ұрысса да, ұлымыз бақпады. Жаңа келген қыз тек сағызын шайнап, Балжанға кекесімен қарап тұрды. Бұл әйелдің көздерінде ешқандай жанашырлықта, ұялуда жоқ еді. Ол Балжанның орнына келуге дайын, бұл үйге енді өзім билік етем деген сеніммен қарап тұрғандай. Балжанның көзіне жас келіп, жүрегі сыздап бара жатты. Күйеуінің бұл әрекеті оның ішкі әлемін толығымен ойран етті. Ол бәрін ой елегінен өткізгенде, күйеуіне қалай сенгенін, отбасы үшін барлығын жасағанын еске түсірді. Бірақ қазір бәрі түкке тұрғысыз болып қалғанда еді. Күйеуі киімдерін лақтырған сайын, ол сыртқа қарай бір қадам шегініп, үнсіз көз жасын сүртіп тұрды. Балжанның өмірі күрт өзгерді. Күйеуінің опасыздығынан кейін ол егіздерді алып, төркініне баруды жөн көрді. Бірақ ол жақта да жылылық таппады. Анасы қабағын түйіп ауыр сөздер айтты. Мен саған айттым ғой, мына балалар саған кедергі болады деп. Сен өз бақытыңды қолыңмен қидың. Енді не болды? Деп ұрысты. Балжан бұл сөздерге ішінен күйзелсе де, еш жауап қатпады. Ол балаларды да өзінің жағдайында түсінетін жанашырлық істеді, бірақ анасының мұндай суықтығы одан әрі жанына батты. Бірақ көп ұзамай ата-енесі Балжанды іздеп келіп, ұлының әрекеті үшін кешірім сұрап, оны немерелермен бірге бөлек пәтерге көшіріп, қамқорлық көрсетіп жүрді. Олар Балжанға қолдау көрсетіп, оның жалғыз қалмауын қалады. Ал күйеуі жас әйелмен бірге тұрып жатқан еді, бірақ олар жайында еш хабар жоқ болатын. Арада бір жыл өтті. Балжан балаларды өсірумен әлек жаңа өмірге үйреніп қалған. Бұл уақытта оның қайнысы Кореядан оралды.
Ол да өз өмірінде қиындықтарға тап болыпты, шетелде жүргенде оның әйелі басқа біреуге кетіп қалған екен. Бұл жағдай оны да әлсіретіп қатты өзгерткен еді. Бірде үйде ешкім жоқ кезде, Балжан тыныштықты пайдаланып, үй тіршілігін жасап жүргенде қайнысы оның артынан келді. Балжан оны байқамай қалды. Кенеттен қайнысы оның белінен ұстап құшақтай бастады. Балжан, мені тыңдашы, деді қайнысы даусын жұмсартып, сенің қандай жан екеніңді білемін. Сен маған әйел болшы. Біз бірге болайық. Мен саған бақыт беремін. Балжан таңданып тез арада өзін босатып алды. Оның денесі дірілдеп кетті, қайнысының мұндай әрекетке барғанына сенгісі келмеді. Ол бір сәтте өз өмірінің тағы бір рет бұзылғанын сезді. Сен не істеп жатырсың? Деп айқай салды Балжан, ызаланған даусы дірілдеп. Мен сенің жеңгеңмін. Бұл не деген арсыздық? Қайнысы төмен қарап үндемей тұрып қалды. Бірақ ол іштей өзінің сезімдерін жасыра алмай жүргенін білді. Балжан болса тез арада үйден шығып ата-енесіне хабарлауды ойлады. Бұл жағдай оны мүлдем тығырыққа тіреді, айтуға іштей намыстанады. Маған ешқандай еркек керек емес. Мен тек егіздерді өсіріп адам қылсам, құрбым гүлім, көрінде тыныш жатса екен деп бәріне шыдап жүрмін. Бірақ гүлімнің күйеуін еш уақытта қабылдай алмаймын. Ал бұны ол түсінбейді. Әйелің болғым келмейді. Басқа жанға үйлен. Балаларыңды өзім өсіріп беремін десем де, бұл есерсоқтың аңдығаны екі бұттың ортасы. Балаларымды көруге келдім деп екі көзімен мені ішіп жеп барады. Не істеймін? Кеңес жазыңыздаршы.